Достар, келесі 26-шы есепті шығарайық. Бұл жерде бізде синус альфа 5-2-ге тең болып тұр. Бізге бірінші синус 2 альфаны табу керек. Так, синус 2 альфаны табу керек дейді. Және де бір шарты бар. Бұл альфа бізде мынау екінші ширекте жатыр дейді. Яғни 90 градус пен 180 градустың арасында жатыр. Так, синус 2 альфаны табу үшін ол менде формуласы 2 синус альфа косинус альфаға тең еді. Синус альфа менде беріліп тұр, мәні бізге косинус альфаны табу керек. Косинус альфаны табу үшін біз жаңағы формуланы есімізге түсіреміз. Косинус альфа дегенім ол менде тең болады түбірасында 1 минус синус квадрат альфаға тең деген формуламыз бар еді. Осы формула арқылы шығаратын болсақ, так, бұл менде 1 минус синустың квадраты, мына синус беріп тұр ғой бізде 5-2 деп, осының квадраты ол менде, яғни 5-тің квадраты 25, 2-ның квадраты 4 деп жазып аламыз. Сонда ол менде тең, так, мына жерге ортақ бөлімі 25 болсын, 25-тен 4 алып тастайтын болсам 21-ге тең. Так, енді бізде 21-дің түбірі жоқ, түбірасында 21 болып қалады, ал 25-тің түбірі бізде 5, яғни түбірасты 21 бөлінген 5-ге тең екен. Бұл менде косинустың мәні міне тауып алдық. Енді мен синус 2 альфаны таба аламын. Мына синус 2 альфаны табатын болсам, синус 2 альфа ол менде тең болады. Мына 2 көбейтілген, синус дегенім 5-тен 2-ге тең, көбейтілген косинус дегенім 5-тен жер түбірасында 21-ге тең. Сонда ол тең, мына 2 үстіне көбейтіледі, сонда 4 болады. 4 түбірасты 21 бөлінген 5-ті 5-ке көйтсем, 25 шығады. Яғни синус 2 альфаның мәні міне шықты. Келесі бізде косинус 2 альфаны табыңдар деді. Так, косинус 2 альфаның формуласы бізде косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген формуласы бар еді. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген формуласы бар еді. Енді бұл жерде бізде косинустың мәні уже белгілі. Мына түбірасты 21 бөлу 5. Бірден квадратта жіберетін болса, түбір 21-дің квадраты 21, 5-тің квадраты менде 25. Синустың мәні бізде 5-тен 2, мына. Бірден квадратта жіберейік, 5-тің квадраты 25, 2-ның квадраты 4. Яғни 21 минус 4, ортақ бөлімі 1-де 25. Сонда менде 17 бөлінген 25 шықты. Мына косинус 2 альфаның жауабы. Енді тағы бір шарты бар, бізде естеріңізде болса, бізде альфа екінші ширекте еді. Екінші ширекте косинустың таңбасы бізде теріс еді. Сондықтан біз алдына минус таңбасын қойып жібереміз. Келесі котангенс 2 альфа дейді. Котангенс альфаның бізде формуласы мына 1 минус тангенс квадрат альфа бөлінген 2 тангенс альфаға тең еді, мына формуласы. Так, осы бойынша енді менде, так, әзірге мен формуласын шығарып алайық. Мына тангенс альфа деген менде неге тең? Тангенс альфа деген ол менде синус альфаның косинус альфаға қатынасына тең еді. Осыдан біз тауып алайықшы бірден. Синус альфа деген ол менде берілгенде мына бар, 5-тен 2-ге тең, яғни синус альфаның орнына біз 5-тен 2-ні қояйық. Бөлемін, мына бөлшекті бөлемін деп жазып алайық. Косинус альфа дегенде біз есептеп алдық. Түбір 21 бөлінген 5 деп. Так, енді бөлшекті көбейтумен алмастыратын болсақ, 5 үстіне түбір 21 астына түседі. Сонда 2 қысқарады, значит 2 бөлінген түбір 21 шығады. Яғни менің тангенс альфам неге тең екен? Тангенс альфам 2 бөлінген түбір 21-ге тең екен. Тек осыны аламыз да, енді орнына қоя қоямыз. Так, 1 минус тангенс квадрат деп тұр. Квадратында бізде квадратта жүрек. Түбір 21-дің квадраты менде 21-ге тең, 2-ның квадраты менде 4-ге тең. 2 көбейтілген, мынаны жазамыз. Тангенстің альфаның орнына 2 бөлінген түбір 21. Сонда мына жерде менде үстінде 21, мынаған 21-ден беретін болса, 21-ден 4 алып тастасам 17 шығады. Мынау 2 үстіне көбейтіледі, 4 бөлінген түбір 21 болады. Так, мынау енді мына жерге жазайын. Мынау енді қалай көбейтілетін еді? Бұл дегенім 21-ден 17 бөлемін, түбір 21-ден 2 деген сөз ғой, мына бөлшек деп тұрған, ой, 4. Так, енді мен бұны көбейтумен алмастыратын болсам, түбір 21 үстіне түседі, 4 астына түседі. Сонда менде 17 түбір 21, 21-ді 4-ке көбейтсем 84 болады. Міне жауабы, яғни бізде осындай болады екен. Менде
соңғы тангенс 2 альфаның құрылмасы бар. Тангенс 2 альфаны табыңдар деді. Тангенс 2 альфа дегенім, ол менде 2 тангенс альфа. 2 тангенс альфа бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфаға тең. Тангенс альфаны біз жаңа тауып алып едік қой. Тангенс альфаның мәні. Так, 2 рет шығармас үшін. Тангенс альфаның мәні есептеп алдық. 2 бөлінген түбір 21. Так, значит, осыны пайдаланамыз. 2 көбейту тангенс альфаның орнына 2 бөлінген түбір 21. Мына жерде 1 минус квадратымен беріліп тұр. Сондықтан 2-ның квадраты 4, түбір 21-ның квадраты 21 деп есептеп аламыз. Сонда мына жерде менде 2 үстіне көбейтіледі 4 түбір 21. Мына жерде 21 ортақ бөлімнен берем. 21-ден 4 алып тастаймын 17. Сонда 4 бөлу түбір 21 бөлемін 17 бөлу 21. Ол деген 4 бөлу түбір 21 көбейтемін 21 бөлу 17. Сонда менде 84 бөлінген 17 түбір 21 болады екен.